Достар, қайырлы күн. Сіздермен мен Альтаир. Бүгін біздер ең алғашқы 2023 жылғы темір қазуға шығып жатырмыз. Каналға көп болды видео салынбаған. Бұйырса сол бүгін мына аймақтардың барлығын қарап шығам түгелдей. Бұл жерде бұрын егін еккен. Бірақ енді менен кейін талай кісілер келді, маған дейін келді. Көреміз. Қандай темір, қандай металл шығатын. Мына жерде жол бар, сол жолмен келдім. Біз шыққан сайын күн жел бола береді. Каждый раз солай. Мендегі аппарат бүгінгі Minelab Vanquish 340. Осы Vanquish сериясындағы ең арзандауы 340 версия. Бүгін осыны көретін боламыз. Өзін қалай поляда көрсетеді екен. Күрек сол бая Fiskars. Өте сапалы, мықты күректер. Жақсы достар. Ендеше кірісейік. Қарайық, не бар екен. Міне. Так, мынау бізде алюминий. Алюминий әлде медь. 16-17 көрсетіп тұр, значит. Бұны қарау керек. Қазір. Медь. Мына жерде сигнал секіріп тұр қайта. Кейде 13-15-ге кетеді, кейде минусқа кетеді. Значит, мына жерде бір уақыт бірдеңе жатқан болар. Я достар. Бірден көріп қалдым. Міне. Бұл бізде кәдімгі қарапайым болт. Осындай кішкентай нәрсе жатқан болар. Қазір. Мына жерде уже шайбасы шықты. Шайба және жерде болт. И тағы да болт. Қызық, мына жерде қанша жатыр екен осының. Так, 4 болды да. 4 штук бір гайка. Достар, міне көріп тұрғандарыңыздай қазып болдым. Аппарат түгел өшіріп тастадым. Керегі де шамалы болып қалды. Ана жерін бәрін қайта. Мынаның бәрі шашырап жатқанда арасында цветной сигналдар, міне мынандай алюминийлар бар. Солар цветной болып соғады екен арасында жатқасын. Мына уақыттың бәрін мына жерге лақтырып тастаған болып тұр ғой кезінде. Пайдасы болып қалғасын. Жалпы осы 20 минут уақытым кетіп қалды. Бірақ кішкентай болса да біраз салмақты құрайды. Осыны тұрған өзінде 1 килограмм, 1-2 килограмм болар. Одан көп болмаса.
Бізде метип екен. Обычный қарасын. Кейде бәрін қазып келесің, сосын андай мусор шығады. Бізде бұл қақпақ, пробка, алюминиевый. Мына жерде жақсы сигнал көрсетіп тұр. О, мен біліп тұрған сияқтымын net екен. Лемех. Бүгін бізде бірінші лемех. Жақсы. Несі ойлап отыр едім. Кездескен жоқ бүгін деп. Мына жерден де таза дыбыстар болды жаңа. Таза сигналдар болды. Қазу барысында бірінші мынандай болып шықты. Вообще емі. Бірақ мұның астында бір темір бар.
Достар, бізде бірінші монета. Бірінші тиын. Ойлап едім алюминий шығар или әлі пробка бар деп. Бірақ бізде мынандай монета. Мына жерін күрекпен аямай кіріп кеткен екен да. Бізде бұл 1961 дейді. СССР. Не олар? Алюминий сияқты материалда. Металл. 5 копеек. Мына жерін жаман ой жіберген екен да. Керіп тұратын жерін күрекке аямай кірген екен. Пять копеек. Бізде мына ямкада тағы бір сигнал шықты. Күн желтіріп кетті. Тамақ ішіп кішкене әлденіп алдым. Мынандай темір. Бізде достар, мына жерден сигнал шықты жаңа. Қазып жатырмын. Мынандай темір. Бір күректің тереңдігі ғой. Несінің, мына жердің. Қазу барысында тіс шықты. Бірақ астында жатыр темір. Міне қазып шығардым. Былайына жатып алған екен. Мынандай ямка ғой. Қанша топырақ шықты. Бүгіндікке екіншілеймек.